Құдайым қауыштырды ақын делмен, ауылыма жырмен келіп жатыр керуен. Қарт-тараз қазақтықтың ошағысын хандар орда тіктіріп шатыр келген. Төле би бөлтіріктер бұл өлкеде тілінен өсиет сөз нақыл дөрген. Арғысы қой келді мен ерсі батай, бергісі бауыржандай батыр мерген. Шындық деп шырылдаған шер ағамыз патшаға да ой қосып ақыл берген. Еркек тоқты құрбандық деген қайрат бейгүнә боздақтардың сапын дөлген. Ассалаумағалейкум жамбылыма, ақынын артық көрген әкімдерден. Ей топырағы құтты жерсің, тебен қақса терек болып көктейтін. Ей тақыр жерден, тақыр жерден, ей сан түрлісін ұсынған ел көнердің, тұрағы талай текті пенделердің. Таразыма қош келдің Аспан бегім, құрметті қонағымсың, мен не дермін. Қарахан Айша бейбі махаббатын құндақтап қара жерге көмген елмін. Керей Жәнібек көтеріп елеңсесін кеңесіп хандық құрған төрге келдің. Жердегі аспан деп жүрсің, сен өзіңді жекпе-жекте дегендей теңгелергім. Ей аспандамай жерге түс, жердегі аспан, сен бүгін аспандағы, ей жерге келдің, жерге келдің, ей Сүйінбай батасымен бағыт берген, жабайып айтыстағы алып керуен. Жібермеген біреуін бес намаздың, жан емес имансыз боп табыт теңген. Жүрегімен тоқтаған бір мезетте сағаты тұр орнын алып төрден. Әлемдегі 44 тіл бойынша Жәкеңнің өлеңдері дәріптелген. Қазақтардың ішінде жалғыз тұлға теңескен Гомер дейтін даңғтермен. Жамбылдың жалын атқан жырларынан фашистердің өзі де қауіптенген. Өмірі тұнып тұрған өнеге ғой, бағасын тірісінде халық берген. Ей жазу сызу дегенді білмесе де, жазылған тарих қалды әріптермен, әріптермен. Ей айтыста бақпен бірге бап қамдатып, Күреңбайдай сыншыға аттаңдатып, тұлпардай топтан озған Аспанбекті тұрмайды дей алмайсың мақтауға тік. Октябрьін Толыбек 32-ге аяңдап тұрақтамас аққан уақыт. Бөрі сырғақта туған бөлтіріксің, Ақборамда көз ашқан ақпандатып. Бұлайда тумап беді табай ақын, қабағына көк мұзбен ақ қар қатып. Жаралығы жабайып Маржанбыл бар, жұртына жырдан моншақ таққан жағы. Бұғағали ақынның 45 жыл өлеңмен таңмен кеші атқан батып. Есенқұл тармаңдайға симай кетті, тарихтан тағы бір бет хаттаудары. 70-ке толған жүрсін ағамызда айтысты берді алдын таққа орнатып. Бір айда туған таудай тұлғалармен басында бар ғой аспан батпан бақыт. Бірақ та осылардай болам десең, жалынды жырдың отын жақлаулатып. Арлансың деген сөзге арқаланып, ақылып шаба берме аттандатып. Ей аяқсыз қалып жүрме, аяқ асты қапыда қарастында, қақпан жатып ай, қақпан жатып ай.
тұнықтым, келмейді жағамнан ап бетті жырттым. Аспанбек айтысыңды көріп жүрміз, анай түрін көрсеткен көп қылықтың. Жеке өзің айтыспай қарсыласпен жергенген жет атаңды көп тірілттің. Арқалы деп арқаңнан қаққан сайын артық кетіп шекара шекті ұмыттың. Аға әне деместен айқай қасап, айдағардай аузыңнан от бүріктің. Қазақ ақындарының арасында бірісің былғанбаған көп тұнықтың. Тәрбиелеп жіберсе аздап қана тәуір ақынысың текті жұрттың. Ей бақырауық демесең баста ұртар, бағалысы түйе қойып төрт түліктің ай, төрт түліктің ай. Бұлғайдан шыққан ақылман сахнаға шығасап тайып кеттім ғой ақылдан. Айтысына жәкемнің айтбектігімдер шақырған. Түйе болсам қазақтың жүгін көтеріп өтермін, құлатайын атыңнан. Бақырып жүріп қазақтың бақытын іздеп келеміз, жолығады деп жақыннан. Ақындары қазақтың сатылмаған үшін атылған. Менің даусымды естіпсің, арыстандай ақырған. Бірақ естімейді екенсің, отаныңның даусын от ішінде бақырған. Айтбекжан бекер мұңайма, жеткізбеген дүние құстан туған құмайға. Туған күнімен құттықтап жатқаныңа рахмет, шырай қосып шырайға. Сен мамырда туыпсың, ол үшін бірақ мұңайма. Жамбыл жәкемдер туыпты, жыры айналған құмайға. Мұқағали дегенің мөлдіреп жатқан жырайна. Жүкеңдей қайраткерлермен ақпанда бірге туылсам, шүкір етемін Құдайға. Сен құсап тусам қайтерем Әбіләзовпен бір айдай. Қараз деген осындай қасиетті әулет қой. Қар астындағы қақпан деп, мына сөзіңде мән жоқ қой. Қақпанды қайда құрасың, Қараз жақта қар жоқ қой. Ауылыңа келгенде бүгін міне жол теуіп, жердегі аспан дегенге аспандағы жер дейсің. Ойларыңды көмкеріп, не болды саған бауырым дүниені төңкеріп. Арғатасы алашқан, алты құрлықтан әр асқан. Мұңын төксең қазақтың боздап жіберер кәр аспан. Жергенген бабаларыңды айтасың деп Айтбекжан, қара кемпірдей балашқан. Сенің де аталарыңды арындап жырлап берейін арғымақтай таң асқан. Көне Таразға кеп қалдық, 9 күндік жиыны 90 күндерен тарасқан. Шығыстың 7 шайыры көшеңде жүріп адасқан. Аруларының бұл елдің кірпігінің өзі де Хафиз ақынды дарасқан. Фирдаусиді ғашық қып, садағындай Тараздың қиылған қасы жарасқан. Қаратаудың бойында хатын жазыпты Рудаки, атын суарып таластан. Жүсіптердің ішінде баласағымның бағасқан. Кашмирда жатқан сүйегі Мұхаммед Хайдар Дулати сөзімен төрткүл санасқан.
Babur Sultan болмаса қырылып қалар еді ғой үнділердің бәраштан. Алыптардың еледің екі есе биік Манастан. Бесініне бесті жеп таңғасына танасқан. Қарахандар кешегі қарашасына қарасқан. Бүгін жырлап бітпеспін жақсыларыңды жанаспан. Ұлы жібек жолына менің де көшім жанасқан. Таразға 2000 жыл деп тарихшылар көп таласқан. Солардың көбі адасқан. Бесігі сенсің дүнияның 5000 жылдықтан әрасқан. Ол әріптесі қалайсың? Төлеп берген Динаның. Кездестіріп қалыппыз астарлы ақиқат дейтін бағдарламаның мейманын. Қашан көрсек төрінен сенің шығады дидарың. Ақыл айтып ел жұртқа тасып жүруші иманың. Өткенде бағдарламаға оңтүстік жақта тұратын бір отбасыны жинадың. Қайнатаны келіннің қойнына сап берсең, көкесі сол ғой Динаның. Ақын деген атың бар, осыны неге тыймадың? Достарыңа сәлем айт, су шайып кеткен миларын, ақырындап көрсетсін ақылына сыйғанын. Ол аз десең тағы сен, арнауыңмен бастайсың қалаулымның әр мейрамын. Не істеп жүрсің ол жерде, санап жүрсің бе гейларын? Есіңді дұрыс жиғаның, ұрмай жатып құладың, тұрмай жатып қирадың. Қақпанмын деп отырең, үстіне түстің минаның. Топқа шабар кезіңде боққа шаба бердің-ау, тараздан шыққан тираным. Бұл жүрісіңді қоймасаң, менің емес бірінші сенің сынады сирағыңа. Атақты шешендермен датқаларша атқаным нысанаған аққа далса. Ақиқат қалаулымға барып едім, жөн шығар халық толық ақпар алса. Барып тұрып бетіне басып айттым, саған ұқсап сырттан кек сақтағанша. Жодырықта жұмсар ем амалым жоқ, қор қылып сөздерімді қақсағанша. Көргенбіз олай жасағандарды да ұйытқып ұлтым үшін ақ боранша. Айыптауға дайын ой біздің билік, азаматы намыс деп атқа қонса. Көп Қытайды сабаған 5 жігітті өткенде темір торға жапқан аңша. Қордай оқиғасына кінәлі деп 60 қазақ туралы хаттар алса. Соны көріп қаласың сәл ойланып, әйтпесе көшілерем ақтабанша. Соққыға жығар едім арсыздарды, солқылдақ заңдар біздің жақта болса, жақта болса. Айтқаның аз болғанмен атыңдардай, айқайлайсың ұрысқа жақын жандай. Елдегі болып жатқан жағдайларды сен де жырға қосасың қапыл қалмай. Бірақ тек желілерде жариялайсың, қарық қылып бірдеңе қатырғандай. Айдаладан оқисың Құраныңды, албастының жанына жақын бармай. Сырттарынан сөз айту ерлік емес, сырт көзге көрінесің ақылмандай. Мен болсам астарлапта ашып айттым, мәнді пікір қалмас деп мақұлданбай. Динаның дәл өзіне барып айттым, диванда жатып алып, батыр болмай, батыр болмай. Айтбектің қалмас бұдан туғылап, сілтейін сөз семсерін суырып ап.
талантың жетіп аспан өзің тыйсаң табаның кетпес еді тіліні бақ. Ей, әркімге сөз атуға шебер бопсың, әкім берген пәтерге оу тығылып абай, тығылып абай. Ей, Алла аян бергендей аспан көктен, аңыз боп бізге құнды дастан жеткен. Сүйінбай жамбылдардың жолбарысы кейіннен нұрғисадай жастар өткен. Бабасынан балаға кие дарып, бағы тасып бағасы асқан көптен. Сенің де атаң әйгілі Бұхар жырау, бас тартқан баяны жоқ лас дәулеттен. Жанын таза ұстаған Мәшһүр Жүсіп, жазалар деп жаратқан мақшар доппен. Сенен бірақ көрмедік еш керемет, тарасам да тектада жақсы әулеттен. Таразылап қарасам кей қылығың, талғамсыз мүсін сынды тастан кеткен. Ей, аталарына қонған әулиелік ауа көшіп кеткен бе? Оу, Аспанбектен ай, Аспанбектен ай. Ей, жұртымыз дақ салмаған арнайына, жақсы қызды балаған жарық айға. Бақыт Жамал апамыз соның бірі, жақсының жарын халқы танымай ма? Арқаның ақындары сондықтан да жүкеңді жезде дейді жаным айда. Сахнада туыстықты алға тартып, білмеймін жетпек боп жүр бәрі қайда. Аспанбек осындайды тоқтатыңдар, әлде саған жүнденің дәмін айма. 70 жасқа кеп қалған жездеңізді бұдан соң назаламау жағын ойла. Апамызды алды деп балдыздары айтыс сайын қылмаңдар қағдайла. Ей, арғындар бізге қызмет еттеген жоқ, 6 қыз бергенде де оу, Абылайға уай, Абылайға уай. Растап кеткем, апамды айтсам шуағын шашпақ көктем. Абылайға бердім рас 6 қызды, бір қызымды Нұрсұлтан патшап кеткен. Қайта менің апама рахмет айт, жүкеңді қылып тұрған асқақ көптен. Өз жарының амандығын тілеймін деп, өзінің мамандығын тастап кеткен. Арғы атамнан тартсаң да, бергі атамнан тартсаң да, оның рас әулие аттарын жазған Асқарға. Көз майын өскен тамызып Бұхардан қалған дастанға, Мәшһүр Жүсіптей әулие енді қайтып тумайды, айтайын сендей жастарға. Менде қасиет жоқ дейсің, сөзіңді біреу растар ма? Бізге де бәлкім қонады, оны Алла біледі, адамда ондай бас бар ма? Жамбылда қайта тумап бет 90-ға қадам басқанда, сенен де бәлкім бауырым бір қасиет шығарау, пайғамбарымның өзіне қасиет қонған дейді ғой 40 жастан асқандай. Шер ағаң кетті, шер қалды, ерлерін жоқтап ел қалды. Қазақпен бірге жасайды жақсылықтай ер мәңгі. Қазақ болғалы, көрмеген менің нем қалды. Қарап тұрсаң ағайын, Ташкенде қанша жер қалды, Алтайда қанша ел қалды. Салт дәстүрім бар еді, оның да халі енжарлы. Мен айтпай-ақ қояйын, қымыздап кеткен Германды, көкпарды шауып қырғыздар ат үстінен тең қалды. 5 бармағын қазаққа, қазақтың француздар жеу қалды. Бізде тек өнер қалыпты.
Bekteri жоқ бел қалды, төлөнерді тірілткен, қаралайтындар шығыпты, қара қыпшақ жүрсін ерманды. Айтбек ау өзің білесің, айтып айтпай не керек, айтыстан басқа нем қалды Жамбылдан кеткен дүние біздерден қайтып өтпесін. Тәйті қажы көкесі Құнанбайға көрсеткен мұсылмандардың Меккесін. Құттықтап келдік тойыңа, мерекесі жеткесін. Жамбылдың тойын бірінші қырғыздар тойлап бастады, елімді күлкі етпесін. Жамбыл өзіміздікі деп, өзегімізден теппесін. Сталиннің алдында намаз оқыған Жамбылды ғалымдар дұрыс зерттесін. Абайлаңдар ағайын, Димаш қырғыз деп жүргенде Жамбыл қырғыз болып кетпесін. Жаман бала тумайды, Тараз деген текті жер. Дана деп отсам мен сені, бал екенсің беттілер. Қалаулымды енді қоя сал, ер жігіт қалай күндерін жай бет алды өткізер. Қожанасыр еместің жеңіне тығып етті жер. Мен саған ақыл айтайын, өзіңде болсаң өткірер. Қыран құстың баласы қияшыңнан кептілер. Дұрыс пайдалан алсаң, Тұрсынбай деген фамилияң Турцияға дейін жеткізер. Ескі беті парақталса, Түркия таң жер емес, қазақ қонша. Мұстафа Шоғайлар мен өз түріктер асықты азаттықтың таң атқанша. Халифа Алтай келмесе Түркиядан, Құранды түсінермен арабтарша. Бірақ менің тегіме қатысы жоқ. Айтайын сенің сөзің ағат болса, қазылар алқасында ағамыз бар. Ақының солай қарай сәдаттанса, Ахметжан Самарқанда жүрер еді, мәселе фамилияға ол қарап қалса, қарап қалса. Жырауын ұзағынан жырладың ғой, жалықпай мен де үнсіз тыңдадым ғой. Аз болса да бар екен бір білерің, таразымды мақтаудан тынбадың ғой. Айтысты тоқтатсақ та болады екен, маған мүлде қарсылық қылмадың ғой. Айтбекке мойынды бұрмадың ғой. Тараздың мықтылығын мойындасаң, ақынында мойында бол тұрғаның ғой. Тұрғаның ғой. Өмірінің ақырғы шақтарында өткенін ойлатыпты хақтарынға. Қарт Жамбыл туыстарын шақыртыпты, сырының бәрін бүкпей ақтаруға. Ертеде ел аралап жүргенімде, бөркім тозды жаңасы жоқ қолымда. Бірде екі қозыға көзім түсті, терісіне қызығып тоқтадым да. Іліп ала жөнелдім бір қозыны, ешкімнен рұқсат алып жатпадым да. Дәл осындай оқиға қайталанды, тақ осындай сапардан қайтқанымда. Сол менің мойнымда қарыз боп тұр, қажет болса айтайын аттарында. Қалабай бүтіншіге айыбыма, қозылы екі саулық ап барыңдар. Құдай өзі кешіріп бұл ісімді, пендемнің пенделігі деп қабылдар. Ешкімге болмайды
болмайық деп парыздар біз, өткен жанға өлгенше қарыздарымыз. Ей, жан қалтасын толтырып жүргендерге Жамбылда үлгі болсын оу абыздарымыз ай, абыздарымыз ай. Ей, Құдайым берген екен тілді тәтті, ащы сөзде айтасың түрлі қатты. Айтыс қой артық кетсем айып етпе деместің күйкемденім шын жұғартты. Бағалау керек бізге негізінде Бұхардан қалған жалғыз бұл бұтақты. Жер бетінде азайып бара жатқан жануарларға арнаған күллі факты. Білесің қызыл кітап жайында да айтайын осы жерде жырдың ақты. Ал сен сирек кездесетін адамсың ғой. Сөздеріңді айттың ғой түрлі нақты. Жойылып бара жатқан жыраулықтың өрнегі өлеңіңнен үлгі тапты. Аспанбек үшін арнаса болады екен адамдарды қорғайтын о бір кітап тауай, бір кітап тауай. Ей, қошеметпен құрметке шалқаймайтын, мақтауменен мадаққа марқаймайтын. Жамбылдың хикаясын білесіздер, Алатау, Арқа-Атырау, Алтай қайғын. Грузияда жас қызға ғашық бопты, көрген адам көркіне пай-пайлайтын. Ақынның жүрегіне таңғаласын, қанша жасқа жетсе де өрт ойнайтын. Ағайын, сіздерге айтар тілегім сол, Құдайым бақыт беріп ортаймайтын. Ей, Жамбылдың қартаятын жасыменен көңілінде берсінші оу, қартаймайтын ай, қартаймайтын ай. Әкім ақынды іздесе бағдәулеті орнайтын, ақын әкімді іздесе соңындағылар сорлайтын. Мені қорғап қайтесің, халық еткен бәйтерек мың жыл өтсе де солмайтын. Ол рас керек бір кітап, елімнің мұңын толғайтын. Орыстың құрған қорынан, Қытайдың салған жолынан азаттығымды қорғайтын. Никоновтардың оғынан, Бораттардың қолынан қазақтығымды қорғайтын ай. Фамилияңды айтып ем, бұған біреу күлер ме? Ахметжан ағамыз Самарқанда жүретін, қаны басқа біреу ме? Ол қазақтың бір ұлы, елім үшін жан беріп атыңдайын мінерге. Сен бұл түріңмен бауырым, Керей ханды тудырған Өзбек ханын қазақтың Андижан жаққа жіберме ай. Өтеді де кетеді баянсыз мына фәнейім. Айтбекжан сен де аман бол, кешек өткен Жамбылдың жалғасы деп танайын. Ағайын сен де аман бол, күнде қызық боп көргенің тойға толсын әр үйің. Құламасын ел таңбаң, жыламасын сәбиің ай.